Құрметті менің құрмандарым, жетім баланың жан тербетер тағдырын 7-ші бөлімнен әңгімелейтін боламын. Өмірді өзгерткен құпия. Айбек қоңыр конвертті қолына алып ұзақ уақыт ашуға батылы бармады. Әжесінің дайын болғанда ғана аш деген сөзі құлағында жаңғырып тұрды. Түн ортасы ауғанда ол терең дем алып конвертті ақырын ашты. Ішінен бірнеше ескі сурет, сарғайған құжаттар және тағы бір хат шықты. Хаттың алғашқы жолында: қымбатты немерем, егер осы хатты оқып отырсаң, мен бұл өмірде жоқ шығармын. Бірақ сен шындықты білуге лайықсың, деп жазылыпты. Айбек әр сөзін асықпай оқыды. Әжесі былай деп жазған екен: сен өмір бойы өзің жалғыз сезіндің. Бірақ сен ешқашан жалғыз болған жоқсың. Біз сені іздеуді бір күнде тоқтатпадық. Құжаттардың ауысуымен өміріңді ауыр сынақтары бізді де сенен айырды. Хаттың соңына қарай күтпеген бір шындық жазылған еді. Сенің әкең Нұрланның туған інісі бар. Оның есімі Ермек. Ол шетелде жұмыс істеп жүргенде болған оқиғалардың бәріне бейхабар қалды. Егер бір күні ол елге оралса, сені міндетті түрде іздейді. Айбек үнсіз қалды. Демек менің ағайым бар болғаны ма? Ол суреттерді қайта қарады. Бір суретте жас Нұрлан мен қасында күлімдеп тұрған жас жігіт бейнеленген. Артқы бетінде екі бауыр мәңгі бірге деп жазылыпты. Айбектің жүрегінде жаңа үміт оянды. Ол өмірінде алғаш рет өз әулеті туралы көбірек білуге мүмкіндік туғанын сезінді. Сол түні ол бір шешім қабылдады. Мен Ермекті табамын. Әкемнің аманатын, әжемнің аманатын жалғастырамын. Бірақ дәл осы сәтте есік қоңырау соғылды. Айбек есікті ашқанда алдында қолында ескі сурет ұстап тұрған бейтаныс ер адам тұр екен. Кешіріңіз, сіз Айбек Нұрлан ұлысыз ба? Мен сізді көп жылдан бері іздеп жүрмін. Айбек үнсіз қатып қалды. Бұл адам кім еді? Ол расында әкесінің туған інісі ме, әлде өткен өмірден келген тағы бір жұмбақ па?